Баян апам отыр, классный товарищи. Onun için bir yok Tursunbay деген oturmuyor. Көрші болдық бір жағынан. Пакадан бірге отырды. Әсембай, бұнда ертеректе келгенбіз Алматыға. Сапарбай, Терберсін, Жалғас, Көкпар. Мырзабай, менімен бірге отырды. Ешін. Жібек партада, Енді мен айтайын деген біздер көп жыл бірге неғылдық. Мына Яков яшқа дейін біздер Сапарбай болды, біздің досымыз жақсы. Жалғас бар, Жұбанов. Онан кейін Нағашбай деген ағамыз болды 48-48 жылға. Сол араластық, неттік, Әсембай ағамызда көп жыл болды араласып келе жатырмыз, жақсымыз. Енді менің тілегеннен бұрын, мен просто бір үш көпілер өлең шығарып берген, соны оқып берейін, рұқсат болса. Ағамбай деген. Туған күнің құтты болсын, шері ағамыз Әсекең. Жетіспір деп ешкім сенбейді, түрін әлі жас екен. Талай қиын ашу белес өткелдерден өтсе де жасымаған, мойымаған ағамыз қазір мәс екен. Енді міне жетіс келді, желкілдеп сенің басыңа үлгі болдың жаныңдағы бірге болған досыңа. Қошағыңмен қосағар бақытты бол әрқашан, бақыт тілейм адал жарың, бала шағаң отбасыңа. Аман болып ұзақ болсын Алла берген өмірің, алға болсын қадамдарың, ешқашанда жүрегіңнен сенің көңілің, жүрегіңнен сенің көңілің. Жас қосылсын әрбір сайын, жалғаса берсін ғұмырың, есте қалсын ұмытылмай қуанышпен өткен әрбір күнің. Сәлеммен Толбай әнесігі, жақын әнесі қатынасымыз. Шаңсыбай деген ең жасыл үлкен ағамыз бар. 40 жыл, 50 жыл болып бірге араласып келе жатқанымыз осы Алматыда. Алдында Нағашбай деген ағамыз болды, Сапарбай деген болды, Құдайға шүкір Жалғас деген болды. Не сол? Осылай. Менің досым Гүлнар деген таныстырып қояйын. Менің шағым өттерде отырған Гүлнар деген. Түгетпайшым. Екісіндегі жас кішісі келіндерің болады. Жас кіші келіндерің болады. Рахмет. Жас кіші келінге берейік енді. Қонақсыздар ғой сендер. Гүля, жолдасым айтты ғой енді сен соған қосылып жібере ғой. Енді жасы кіші болсын.